Риддерде заңи тәртіп жедел профилактикалық шарасы өткізілуде. Жедел профилактикалық шараны өткізуге полиция бөлімінің барлық қызметкерлері жұмылдырылды. Қоғамдық тәртіпті күзету күшейтілді. Жедел жағдайды сауықтыру мақсатында қоғамдық тәртіпті, жол қауіпсіздігін қамту және қылмыстардың жолын кесу мақсатында Риддер полициясы қызметті күшейтілген нұсқада өтеуге көшірілді. Заңи тәртіп кең көлемді профилактикалық өңдеуді өткізуге қалалық полиция бөлімінің бүкіл жеке құрамы кірістірілді. Криминогенді ахуалды ескерумен полицейлермен жаяу патрульдеудің күндізгі және түнгі бағдарлары дайындалған. Өңдеудің алғашқы күні кешенді күштердің бірыңғай разводы өткізілді. Жол және патрульдік полиция нарядтары, учаскеліктер, күнделікті қаланың қоғамдық күзетіне тұратындар полиция бөлімі бастығының нұсқауларын тыңдады. Риддер қаласы аумағында заңи тәртіп республикалық жедел шарасы өткізіледі. Оның мақсаты ол ең алдымен қылмысқа жол бермеу. Қызмет көрсетілген бағдарлар мен учаскелерде. Бүкіл нарядтар осы кезеңде күшейтілген. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау және қылмыстарға жол бермеу бағыттарында, притондарды өңдеу бағытында, қызмет көрсетілетін бағдарларда, учаскелерде және Риддер қаласының аумағында бірнеше топтар жұмыс жасайды.